Сенат парламент депутаты Дариға Назарбаева ханымға маған көмек беруіңізді сұранамын. Мен Түркістан қаласына қарасты Иқан ауыл тұрғынымын, Юлдашев Рахматжанмын. Менің сізге көмек сұратқан себебі 2015 1 декабрьдан бастап Түркістан Несие банк төрағасы Мауля Абдрахман 11 миллион ақша алғансын деп сол күнге дейін 2015 декабрь айында Түркістан Несие банк төрағасы Мауля Абдрахман мені шақырып, аға, мынау дене бекіп тұр қазір, учредительдерден ұят болды, соларға ленен ашып, солардың ақшаларын беру керек, соған көмектесіңіз, мынау документтерін, құжаттарını сізге апарып қылсақ, мынау ешқандай проблема болмайды, бір органның алдында соттың алдында жауап бермейсін деп мен білен қол алысып, bütün документтерін, құжаттарға қол қойдырып, қазіргі таңда 2015-30 декабрьда расходный ордерға 11 миллион теңгеге шекке қол қойдырып алған. Содан бастап сол айдан бастап қазіргі таңда маған 11 миллион ақшаны пенесі білет 13,5 миллион ақша төлесін деп, үйіңді аламын деп қысым жасап не отыр. Барлық органдарға бардым, начальник милицияға, прокурор, ешқандай нәтиже шықпады. Мен енді баратын жерім жоқ. Семьяның тыныштығын бұзды, өзім саулығымды жүрек ауру қылды. Тағы да айтқым келген нәрсе, сот төрағасы Бисенбаева ханым ешбір құжаттарға қарамай шешімді Түркістан Несие банк несиеде шығарып берді. Бірде-бір құжаттарға қараған жоқ. Келісім шартта бірде-бір пункттер орындалған емес. Мен келісім шарттағы Фортобанктағы шотыма ақша аударылу керек еді. Ақша аударылған емес. Қолма-қол деген банкта қолма-қол деген кредит берілмейді. Сізден көмек сұрайтын, осы менің арызымды, талабымды, ақ қарасымды шешіп беруіңізді сұранамын сізден, Дариға ханым. Аудит шақырып нерілген кезінде, аудит 7 март 2018 қаулыны 12 март 18-де әкелді. Аудиттің заключениесінде маған ақша санап берген адамның фамилиясы жоқ. Жарық қоры қандай құралған, кім ақшасы 11 миллион теңге банк, қайсы банкта сақталған? 17 жыл нақты ақша болған ма, болмаған ма? Мен 11 миллион ақша алудан алдым, банкқа 1 миллион 100 мың теңге уставный капитал құйым керек. Мен құйған емеспін, ол документтер жоқ ол дейді. Әгерде мен 11 миллион ақша алған болсам, нақ мен уставный капиталның барлығын алып, ақырында қол қойып берген уставный капиталын мен учредителден шығып кеткенмін. Учредителден шығасың деп қол қойып, виза қол қойып берген маған. Мен алдым, кредит алғанды 300 мың уставный капиталым бар еді. Соның барлығын алып мен алдым уставный капиталын барлығын. Ақырында 50 мың теңге қалған уставный капиталын алғанымда учредителден шығасың деп арзаман ең қол қойып берген. Мен учредителден шығып кеткенмін. 29 май айында 17 жыл ауыл әкімі орталық келісім туралы жиналыс өткізді. Жиналысқа Түркістан Несие қызметкерлері, ауыл ақсақалдар алқасының төрағасы Напқан Мұбарак, облыс мәслихат депутаты Зупар Чалданов, ауыл имамдары, қажылар қатысты. Түркістан Несие төрағасы, банк төрағасы Мауля Абдрахман
Yıldaşov Rahmatjan 11 milyon tenge almagan, verilmegen deb aytты. Записьte және хаттамалары бар. Менің қосымша айтатыным 2017 жыл 11 мамырда менің арызым бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясының 250 бабымен қылмыстық іс қозғалған. Сол қозғалған қылмыстық іс аяқталмай жатыр. Осы қылмыстық істердің ақ қарасын ажырап беруіңізді сұранамын. Дария ханым, сізден көмек сұраймын.